Салам жеге, видеоның демеушісі ол менің каналым. Яғни менің каналымда 96% адам 5 подписки көреді екен. Яғни менде дәл қазір 10 000 подписчик болуы тиіс еді. Алайда жоқ. Сондықтан менің каналыма міндетті түрде тіркеліп барлық видеома лайкты басуды ұмытпаңыздар. Және осы видеоға 50 комментті толтырып тастайық әрқайсымыз. Ал ендеше видеомызға кеттік. Наруто анимесінің екінші маусымы Наруто Канохаға келгеннен басталады. Яғни Наруто Jiraiyaмен 2 жыл бойы дайындалған. Цунодамен ақылдасып, Наруто мен Сакура Какашидің колокольчик тапсырмасын орындауға көшеді. Және сәтті орындап шығады. Қашқын Саскенің кесірінен Цунода 7-ші команданы Какашидің командасы деп қояды. Сол уақытта Акацукидің 2 мүшесі Kuma ауылына шабуыл жасайды. Олар Сасура мен Дайдара еді. Ал олардың жолдарына орай Kuma ауылының жас Кагесі болған Гаран алып кетеді. Алайда Канкура өздерінің қуып жетеді. Алайда Сасура уымен бірге сыбағасын береді. Алайда Канкураның жолы болып әженің қолына түседі. Ал ол жайтты естіген Каноха Kuma ауылына көмекке кетеді. Одан кейін Гайдың командасында жібереді. Ал оларды Цунада жіберген болатын Какашиге көмектесу үшін және Гараны құтқару үшін. Канохадағылар Канкураны тауып алады. Алайда Чио әже Какашидің қайтыс болған әкесі Белый Кликке ұқсатып алады. Сондықтан Какашиге шабуыл жасаған екен. Алайда оны Наруто тоқтатып қалады. Сол уақытта Сакура қайтарушыуды тауып Канкураны емдейді. Және жиналған команда Гараны іздеуге кетеді. Оны білген Акацуки өтірік Кисами мен Итачиді жібереді. Өтірік Итачи Какашидің командасын алады, ал Кисами Гайдың командасын. Канохалықтар оны жеңеді. Алайда бұның өтірік екенін біліп, уақыт созғандарына өкінеді. Жолай Какаши мен Гайдың командасы кездесіп қалады. Алайда олар кешігіп қалыпты. Себебі Гараны Шокакудан іздеп әкетіп тастапты. Одан кейін жас Каге қаза табады. Әрі қарай Гайдың командасы 5 печаттың 4-еуін шешуге кетеді. Алайда бұның кесірінен Гайдың командасы әрқайсысы өз-өзімен шайқасуына тура келеді. Одан кейін Сакура қақпаны бұзады. Ал оның ішінде Дейдара мен Сасура отыр еді. Оны көрген Дейдара Гараны алып қаша жөнеледі. Ал оны көрген Наруто мен Какаши қуа жөнеледі. Ал Чио мен Сакура Сасурамен шайқасуға қалады. Ұзақ шайқастан кейін Сасура өледі. Алайда өлер алдында өзінің шпионы бар екенін және оның қай жерде екенін айтып береді. Сол уақытта Нарутолар Дейдараны қуып жетеді және көтін айырып Гараны алып кетеді. Алайда Дейдара қаштымау дегенде Гайды кездестіріп қалады. Және өзін өлтіруіне тура келеді. Бұл біріншісі. Алайда бұл жарылысты Какаши өзінің Мангеку Шаринганымен басқа әлемге жіберген екен. Ал одан Какаши әлсіреп талып қалады. Ал сол сәтте Чио әже Гараны өзінің өмірімен тірілтіп алады. Бұл жағдайдан кейін бәрі өзінің ауылына кетіп, ал Гара Кагелікті жалғастырады. Сол уақытта Дейдара тірі болып шығады. Ал ол Какашидің Шаринганының кесірінен қолынан айырылып қалған еді. Жолай Тобиді кездестіріп екеуі команда болады. Одан кейін бәрі Сасура айтқан шпионмен кездесуге кетеді. Ал сол командаға Ямато мен Сай қосылған еді. Ал Какаши әлгі жағдайдан кейін больницаға түсіп қалды. Ал құпия шпион Кабуто болып шығыпты. Және қасындағы өтірік Сасура екенін біліп басын жауып тастайды. Сөйтсе ол Яматоның макеті болып шығады. Сөйтіп сол жерде Орик пен Нарутоның шайқасы басталып кетеді. Ал Наруто 9 күріктінің чакрасына тойып алған еді. Алайда Ямато Нарутоның қуып кеткенін байқап, демал деп Хокагенің техникасын қолданады. Алайда Данжоның бұйрығымен Сай Кабуто мен Орочимаруға қосылып, солармен бірге кетеді. Ал сол уақытта Ямато өзінің клонымен іздерінен ерген еді. Яматоның арқасында Нарутолар Орочимарудың үйіне кіріп кетеді. Солай олар Сайды кездестіріп қалады. Ал Сай Данжоның бұйрығымен кеткенін түсіндіреді. Сөйтіп бәрі Саскені іздеуге кетеді. Ал оны ең бірінші Сай кездестіріп, үйіне қайтармақшы болады. Алайда Саске көтіңгі қыз Сай деп убежищені жарып жібереді. Бұл сілкіністі естіген Нарутолар бірден сол жаққа жөнеледі. 2 жыл өткеннен кейін Саске мен Нарутоның алғашқы кездесуі болады.
және Саски өзінің крутойлығын көрсетіп, тіпті ішіндегі Кураманы көре алатындығын айтады. Және Орочимару Кабуто Саски үшеуі жоқ болып кетеді. Наруто екеуінің күшінің арасындағы айырмашылықты байқап, жаңа техникаға үйренуді көшеді. Ал ол қалып чакрасы мен табиғат чакрасы еді. Сол кезде Акацкидің келесі мүшесі өлмейтіндер, яғни Какузуме Хиданды кездестіреміз. Олар қарапайым адамды алып, құлдар базарына өткізбекші болады. Оны білген Асума командасы ана құлды құтқаруға кетеді. Және соның кесірінен Асума Хиданның қолынан қаза табады. Содан кейін бұл екеуі сігіліп кетеді. Оған жылап және ашуланып тұрған Шикамару кек алу үшін кетеді. Оған Чоджи және Ино және жазылып алған Какаши қосылады. Сөйтіп екі жігітті тауып шайқас басталады. Шикамару Хиданды өзіне алып кетеді және көптеген сыйлықтар дайындап қояды. Ал қалғандары Какузумен шайқасып жатады. Сол сәтте Шикамару Какузуды бірнеше бөлікке бөліп жарып жібереді. Сосын Ямаға көміп тастайды. Солай ұстазы үшін кек алып береді. Ал Какузумен шайқасқан Наруто, Ямато, Сай және Сакура келіп қосылады. Және өзінің жаңа техникасын жауға сынап көреді және көтін айырады. Сосын бізге Орочимаруны көрсетеді. Ал ол өзіне сасуд табылмай әлсіреп жатады. Сол уақытты пайдаланып Саски Орочимаруны бажақ-бажақ деп өлтіріп тастайды. Содан кейін Саски Хэби деген команданы құрады. Ал ол команданың мақсаты Итачиді өлтіру. Және Итачиді іздеу жолында Саски Дайдараны кездестіріп қалады. Жеңілген Дайдара өзін жаруға көшеді. Ал бұл екіншісі. Ал ода Саскенің өзі де өлейін деп қалды. Сосын канокылықтар Саскені іздеуге жөнеледі. Ал олар Какаши мен Куринайдың командасы еді. Саскені іздеу жолында Наруто Итачиді кездестіріп қалады. Және Нарутоның өзіне қарғаны тығып керек болар деп кетіп қалады. Саскені құтқару мақсатында Jiraiya жолға аттанады. Және Акацки жайлы көп информация жинау үшін Жаңбыр ауылына кетеді. Сол уақытта Конан және басқа пейндармен шайқасып қаза табады. Өлер алдында пейн жайлы информацияны беріп үлгереді. Одан кейін Саске Итачидің құланын кездестіріп, сонда болуы мүмкін деп жолға аттанады. Ал олардың алдына Кисами тұрып алады және тек қана Саскені өткізеді. Саске убежищеге кіргеннен кейін Итачиді кездестіреді және екеуі әдемі бойды көрсетеді. Бұл жайға Саскенің ең мықты техникасы Киринмен аяқталғалы жатады. Алайда Итачи Сусаносымен қорғанып үлгереді. Саскенің чакрасы, яғни күші біткеннен кейін Орочимарудың күшін қолданбақшы болды. Яғни мөрін. Сосын кішкентай Саскеден 9 жылан атып шықты. Ал оның ішінде Орочимару бар еді. Оны Итачи Тотсука қылышына мөрлеп тастады. Одан кейін Итачи өлді және Саске есінен талып қалды. Ұйқыдан тұрғасын Обитоны көрді. Ал Обито Итачи жайлы бүкіл шындықты ашып берді. Ол інісі Саскені қорғау үшін жоғарғыларды тыңдап өзінің туысқандарын өлтірді. Және де Итачи Акацкиге шпион болу үшін ғана кірген екен. Шындықты естіген Саске Каноханы жойғысы келді. Сондықтан Саске командасының атын Така деп өзгертті. Ал команданың мақсаты Каноханы жою. Солай Така командасы Акацкиге қосылды. Олардың алғашқы тапсырмасы Келлер бидің 8 құйрықтысын алу. Сол шайқаста Саске 2 рет өле жаздайды. Сөйтіп шаққа деп Келлер биді ұстап алады. Және Аматерасудың көмегімен Наруто Канохаға келгесін Jiraiyaның өлгенін біледі. Және үлкен күйзеліске түседі. Сөйтіп Наруто табиғат чакрасын үйрену үшін бақалар тұратын Миябука тауына аттанады. Сол кезде Пейн Канохаға шабуыл жасайды. Және ауылды күлге айналдырады. Онымен қоймай Какашиді және басқа да шинобилерді өлтіреді. Ал бұның бірі Нарутоның қайда екенін білу мақсатында. Себебі Наруто 9 құйрықты ғой. Логично. Сол сәтте мықты болып Наруто Узумаки келіп жетеді. Және де ол жалғыз емес. Онымен бірге Гамабунто және де басқа бақалар. Сөйтіп Наруто мақталығын көрсетіп 5 пейнді жайратып салады. Және 6-шы пейннен таяқ жейді. Және Нарутоны жерге қадап қойып, 9 құйрықтыларды ұстап алып, әлемді қорқытып, өз алақанында ұстап, әлемнің шыңына жеткісі келеді екен. Сол кезде Хината пайда болады, және Нарутоның көзінше азаптап өлтіреді. Оған жынданған Нарутоны 9 құйрықты билеп алады. Яғни Кьюбидің 6 құйрығы өсіп шығады, және сазайын береді. Оған Пейн шыдай алмай Шибагу Тенсейді қолдану үшін өзінің денесіне жақындай бастайды.
Сол сәтте есінен ыдысқан Наруто ішіндегі түлкіні, яғни 9 құйрықтының печатын шешпекші болады. Ал оны тоқтатып қалған өзінің әкесі Минато Намикадзе, яғни бұл нағыз Минато емес. Курамамен бірге запечатет еткен өзінің чакрасы еді. Наруто әкесін көргесін жылап қалады. Және әкесінің ішінен бір-ақ береді. Себебі сол 9 құйрықтыны запечатет еткеннен Нарутоны бүкіл ауыл жек көре бастады. Одан Минато Нарутоның жасын сұрап, не үшін запечатет еткенін айтып берді. Минато Нарутоға ол күш болашақта нақты керек болатынын білген, және 9 құйрықтыны меңгергенін қалаған. Өйткені 16 жыл бұрын ауылға маска киген адам шабуыл жасаған еді. Сондықтан Минато баласының мықты болғанын қалады. Және де Минато мына Пейнді жаңағы маска киген жігіттің адамы деп ойлады. Сосын Минато Нарутоға сенетінін айтып, және осы Наруто бұл шайқасқа нүкте қоя алатынын айтты. Және Нарутоға көмектесу ретінде печетін қайтадан орнына келтіріп берген болатын. Және көз алдымызда ғайып болды. Есін жинап алған Наруто Пейннің 6-шы денесінің көтін айырады. Сөйтіп Наруто мудрецаның күшімен Пейннің чакрасына толған трубканы қолына тығып Пейннің нағыз денесін тауып алады. Ал ол жерде Нагато Узумаки және Конан болған. Сөйтсе олар Jiraiyaның баяғы оқушылары екен. Ұзақ әңгімеден кейін Нагато Нарутоның әдемі сөздерінен Jiraiyaның дәптеріндегі басты кейіпкер осы Нарутоға ұқсайтынын айтады. Және аспан күші Сансарамен ауылдағыларды тірілтеді. Алайда бұл тәсілден кейін Нагато көз жұмады, ал оны Конан Ренинганымен бірге алып кетеді. Сөйтіп Наруто Jiraiyaға барып келеді, алайда есінен танып қалған кезде оны Какаши ұстап қалады. Сөйтсе Нарутоны алдынан бүкіл ауыл қарсы алыпты. Олар жылап тұрып Нарутоның нағыз герой екенін мойындайды. Алайда сол уақытта Тsunade больницаға түсіп қалған болатын. Сондықтан уақытша Хокаге Данзо болды. Акацуки жақсы қимылдағанын біліп, 4-ші Райкаге 5 Кагенің жиналысын өткізбекші болды. Ал ол нейтралды темір мемлекетінде өтеді. Және бізге осы уақытта бірнеше күн бұрын болған оқиғаны көрсетеді. Саскелер сөйтсе 8 құйрықтының клонын әкелген екен. Яғни Killer Bee бұларды плотын алдаған. Сондықтан Тоби оларға басқа тапсырма беремін деді. Ал оған Саске келіспеді, өйткені оның мақсаты Каноханы жою. Және Саске Чидорамен шабуыл жасайды. Алайда Саске елес секілді одан өтіп кетеді. Және Саскеге Каноханың жойылғаны жайлы хабар келеді. Енді Така тобының мақсаты Данзоны өлтіру. Яғни Итачиді өз кланын өлтіруге мәжбүрлеген адам. Сол сәтте 5 Кагені жиналысқа шақырып жүрген бізге Killer Bee'дің оқушыларын көрсетеді. Олар Нарутоға Саске жайлы ақпарат айтуды талап етеді. Алайда Наруто үндемейді, өйткені ол оның досы. Өйткені логично. Алайда Наруто сонда да үн қатпайды. Өйткені Наруто әлі Саскені өз досы ретінде санайды. Және Наруто 4-ші Хокаге, яғни өзінің әкесін кездестіргенін айтады. Сосын 16 жыл бұрын Канохаға шабуыл жасаған 9 құйрықтының артында тұрған осы Тоби екенін айтты. Тіпті оны 4-ші Хокаге де жеңе алмаған деді. Яғни ол бүкіл Акацукиді өз мақсатында қолданады. Дәл қазір Саскені де дәл сондай өз мақсатында қолдануда. Және мұны Какаши Учиха Мадарадан басқа ешкім болуы мүмкін емес деді. Сосын сайға бұл жайлы Хокагеге хабарла дейді. Сосын Нарутолар Райкагемен кездесуге кетеді. Сөйтіп Наруто Райкагемен кездеседі. Ал кездесу барысында Наруто Саскені өлтірмеуін өтінеді. Алайда Райкаге үндемей кетіп қалады. Наруто үйіне барған кезде артынан Обито пайда болады. Осымен Наруто анимесінің 2-ші маусымының 1-ші бөлімі бітті. Егер сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде тіркеліп лайктарыңызды басып, және 50 комментті жазуды ұмытпайық. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Клевер, амандықта жүздескенше. Perfect.